Сәлем достар. Бүгінгі кинотайымда 2023 жылы шыққан «Балерина» фильмі. Дүкенге бұзақылар кіріп, сатылып жатқан тауарларды сатушы ескерту жасағанға дейін жей бастады. Господин, сначала надо заплатить. Бас бұзақы сатушыға пышақ көрсетіп, кассаны ашуын бұйырды. Сол сәтте қабағы түйілген қыз жақындап келді. Ол бәлішке ақша төлеу үшін ақша бумагын шығарды. Алайда сатушыда қайтарым ақша қалмаған еді. Сонда қыз, еш қысылмастан, бандиттердің алдындағы үстелден бірнеше купюраны алды. Мұны көрген бас бұзақы ашуланып, пышағын қыздың тамағына тақап еді. Қыз оны нокаутқа түсірді. Екінші бұзақы да пышақпен шабуыл жасауға тырысты. Бірақ қызды бір банка консерв құтқарып қалды. Қалған екі гопникті де оқ-жу соғып тастады. Банку я тоже возьму. Келесі кадрда біз Минхи есімді балеринаны көреміз. Қыздың көңілі алаңдаулы. Сол себепті өнер көрсетуі де сәтсіз аяқталады. Түн ортасында Минхи абыржыған дауыспен оқ-жуға қоңырау шалып, тез келуін сұрайды. Оқ-жу үйге келер алдын дүкенге соғып ішімдік алып, досын жұбатуға дайындалады. Алайда келіп жеткенде Минхи есік ашпайды. Есіктің кодын білген оқ-жу үйге кіріп келеді. Бірақ Минхи көрінбейді. Үстел үстінде Минхидің «Мен үшін кек ал» деп жазылған хатын табады. Оқ-жу дереу қоңырау шалады. Бірақ балеринаның телефоны дәретхананың қақпағында жатыр. Ал өзі ваннада жансыз күйде жатыр. Ол өмірмен қоштасқан сол сәтте оқ-жу олар қалай жақын араласа бастағанын есіне түсіреді. Бірде оқ-жу өз туған күніне өзі торт сатып алуға барған. Сол кондитер дүкенінде Минхи жұмыс істейтін. Олар бір мектепте оқығанымен бірін-бірі алғашында танымай қалған. Оқ-жу оққағар болып жасайтынын айтады. А ты? Я? Балерина. Минхи қалдырған хатта аспаз Чой 10,4 деген жазу болды. Оқ-жу теңіз өнімдері сатылатын дүкенді іздеп тапты. Бірақ бұл дүкен заңсыз іспен айналысуы мүмкін, себебі ақшаны тек биткоинмен қабылдайды. Оқ-жу хат жазбай қойды да Чой желіден шықты. Минхи оқ-жуды жалғыздығын жеңуге көмектескен жалғыз жақын адамы еді. Кенеттен бір ер адам Минхидің телефонына қоңырау шала сала, бірден шантаж жасай бастайды. Оқ-жу үндемей тыңдап отыр. Сол бейтаныс Минхиге моста кездесейік деп бұйырады. Оқ-жу өзі барып, бақылауға көшеді. Моста шашы жалбыраған бір күдікті тип пакетке оралған сушиді сатып алушыларға таратып жатыр. Бірақ бұл жай ғана суши емес еді. Сатып алушылардың бірі күтіп тұрмай, сушидің ішіндегі нашаны алып, дереу үйіне тайып тұрды. Біраздан соң ол Минхиге тағы қоңырау шалды. Бірақ бұл жолы оқ-жу тұтқаны көтермеді. Оның орнына мотоциклге мініп Чойды аңдуын жалғастырды. Сөйтсе, саудагер үлкен зәулім үйде тұрады екен. Клиенттеріне улы зат таратқанымен, өзі дұрыс тамақтанады, спортпен айналысады. Денсаулығын күтіп, өмірден рахат алып жүр. Таңертең Чой көлігімен үйінен шығып кетті. Осы сәтті пайдаланған оқ-жу оның зәулім үйіне кіріп, бүкіл жерге тыңдау құрылғыларын орнатты. Тексере жүріп, ол бір шкафтан түрлі заттарды тапты. Көптеген былғары маскалар, кісендер және басқа да заттарды тапты. Шкафтың төменгі тартпасынан ондаған флешка шықты. Олардың әрқайсысына қолмен ат қойылған: модель, аудармашы, жоғарғы сынып оқушысы. Біреуінде балерина деп жазылып тұрды. Оқ-жу Минхи туралы екенін бірден білді. Минхи ес-түссіз жатқан кезде Чой оған зорлық көрсетіп, бүкіл жайтты видеоға түсірген екен. Ол жай ғана саудагер емес, нағыз жыртқыш болатын. Кешке үйіне оралған Чой бір танысына қоңырау шалып, екеуі тағы құрбан іздеуге түнгі клубқа баруға келісті. Оқ-жу сәнденіп киініп алып, әлгі түнгі клубқа келді. Чой оны бірден байқады да әрекетке көшті. Олардың арасында әңгіме өрбіді. Және көп ұзамай Чой қызды өзінің қымбат көлігіне отырғызып, қаладан тыс жерде орналасқан ерекше құпия қонақ үйге апаруды ұсынды. Қонақ үйге кіре бере, оларды әкімші қарсы алды. Чой қызды арнайы әдейі дайындалған қабырғасы қызыл, жарығы күңгірт, ішіндегі жиһаздары тым ерсі бөлмеге кіргізді. Чой оқ-жуға ішімдік ұсынды. Қыз оны ішкен болып, есінен танғандай кейіп танытты. Сол сәтте қаскөй өзінің сүйікті былғары маскасын киіп, камераны орнатып, тағы бір видеоға түсіруге кіріспек болды. Объектив дәл оқ-жудың бетіне бағытталды. Оқ-жу жастық астына жасырған пышағын суырып алды да Чойдың мойнына қарай сермеп қалды. Алайда еркек пышақты қолымен тосып, қызды шкафқа лақтырып, басынан бөтелкемен ұрып қалды. Екеуі төбелесе кетті. Оқ-жу қанша жаттыққанымен оны жеңу оңай емес. Ол бірнеше жарақат алғанына қарамастан, мен бүгін өлмеймін деп қарсыласты. Оқ-жу бірінен соң бірі жара сала берді. Бір соққы бетінің жанына тиді, тіпті аузын жыртып жіберді. Қыз оны өлтірмек боп, ақтық соққы жасауға дайындалып жатты. Бірақ дәл сол сәтте бөлмеге қолында шолақ мылтығы бар әкімші кіріп келді.
Окджу дәлізге шыққан сәтте ер адам бензин арамен жүгірді, бірақ бір қыз есікті ашып қалғанда жүгіріп келе жатқан еркек есікке соғып құлады да өз аяғын кесіп алды. Сол мезетте екі бойжеткен Чойдың көлігіне мініп қашып кетті. Чой болса орнында қалып қойды. Ауыр жаралы күйде есін жиған сәтте өзіне қадалған ондаған бандиттердің көзқарасын көрді. Ты теперь хоть на человека похож, а то ходил как девчонка. Палатада 20 шақты адам бар. Бастық өзінің адамдарының істеген әрекетіне ашулы. Олар әйел саудалап, есірткі мен қару сатады. Бірақ бұл істердің де шегі болу керек қой. Какой пример ты подаешь нашим новеньким? Бастық бұл істі реттеп, 3 күн ішінде қызды алып келесің деп бұйырды. Окджу өзін құтқарған қызбен бірге кафеде отыр. Ол қыз жезөкшелікке мәжбүр болған жандардың бірі, оны қонақ үйде тәнін сатуға итермелейді. Әйтпесе интимдік видеосын ғаламторға жариялаймыз деп қорқытады. Мы убьем их. Я сотни раз представляла, как именно. Чой жертөлесінде зертханасы орналасқан дәріханаға кірді. Дәл осы жерде Чойдың саудаға шығарып жүрген тыйым салынған заттары жасырын түрде дайындалады. Все равно ты был слишком красивым для парня. Чой өзін масқаралаған қызды тауып көзін жоймақ болып бекінді. Ол фармацевтке көмек үшін 100 миллион фунт ұсынды. Ты имеешь в виду настоящее убийство, а не свои БДСМ штуки? Фармацевт өлтірген сәттіде камераға түсіруге болатынын айтты. Окджу бір кездері күзет агенттігінде бірге істеген ескі танысынан көмек сұрады. Оған тіркелмеген қару керек болды. Келісім ең далада өтуі тиіс еді. Кездесу орнына ескі фургон келіп тоқтады. Ішінен егде жастағы ерлі зайыпты түсті. Окджу ақшасын беріп, қаруды қарап шығуға мүмкіндік алды. Қарт ковбой оған бір револьвер ұсынды. Жәшіктің ішінде жатқан мылтықтар бұл қарияның өзінен де ескі сияқты еді. Есть что-то поприличнее. Это все уже прошлый век. Қарт кісі қалтасынан 2 оқты кішкентай тапаншаны шығарып мақтай жөнелді. Ал әже болса ерекше бір нәрсе, остарды жоюға көмектесетін қаруды ұсынды. Сатқын полицей фармацевтке ұрланған көлікті тауып беруге уәде берді. Чой екінші көлігіне отырған сәтте көліктің астына гипстрекер жабыстырылған байқады. Окджу зейнеткерлерден сатып алынған қаруларды мұқият тазалады. Ал жаңа құрбысы болса адам ұрлаушы қылмыскерлерден кек алуға асығады. Окджу дүкенге кеткен еді. Бірақ үйге оралғанда қыздың жоқтығын байқады. Оған жатын бөлмеде Чой мен оның сыбайласы тұтқиылдан шабуыл жасады. Қыз өзін құтқару үшін терезеден секіріп кетті. Чой болса бастығына барлығын реттедім деп өтірік айтты. Мәйітті бөлшектеп, тауға көміп тастадым деп ақталған Чойға басшысы енді сенің бизнесің, біздің ортақ бизнесіміз деп кесіп айтты. Қыздар арқылы жақсы табыс тауып отырған оған принциптің керегі жоқ сияқты. Сол сәтте бөлмеде байлаулы бір студент қыз отыр еді. Бастық одан құтылуға бұйрық берді, бірақ Чой оның өмірін сақтап қалғысы келді. Студент қыз Чойдың сүйіктісі болатын. Тіпті ол жақын арада оны босатамын деп уәде берген. Бірақ қазір қызды қайтадан қамшымен жазалап тәрбиелеуге тура келмек. Бастық қонақ үйдің администраторына қоңырау шалды. Олар бәрін алдын ала ұйымдастырып қойған, жергілікті полицияда сатып алынған. Қылмыскер клиенттерді қарсы алуға кетті. Ал серігі тіркеу орнында қан лужасы жайылып жатқанын байқайды. Сол сәтте Окджу оның басына дыбыс тұншықтырғышы бар тапаншасын тақап, бір оқпен миын шашып жібереді. Өлмес бұрын ол Чойдың бастығының ат қорасында жасырынып жүргенін айтып үлгереді. Қанша іздегенмен Окджу тек студент қыздың киімдерін ғана табады. Ал бастығының лагауа жерасты кешенінде орналасқан. Лифтпен төмен түсу кезінде Окджу тағы 3 бандитті өлтіреді. Төменгі қабатта ерекше өсімдіктер өсіретін алып жылыжай орналасқан екен. Окджу өзін байқатып сұрақ қойды. Вы не видели девочку такого роста? Ол ешкімді өлтірмейді, оған тек студент қыз ғана керек. Сол сәтте бастық шықты. Ол Чойдың ешкімді өлтірмегенін және оған өтірік айтқанын түсінді. Ол Окджуға отыруды ұсынып, бәрін сөйлесіп шешейік деді. Лично я на тебя не в обиде. Окджу сұрағын тағы да қойды. Барлығы бұталардың артына тығылып қалды. Қыз кезекті бандитті атып тастамақ болған еді, бірақ оқ шықпады. Сол сәтте оған бір топ адам тап берді. Олар Окджудың қосалқы қаруы болуы мүмкін екенін ескермеді. Дегенмен жау саны оқтан көп болғандықтан, лаборатория ішінде оған жалаң қолмен шайқасуға тура келді. Окджуды жерге құлатып тепкілеп тастады. Бірақ үстелдің астында тағы бір қару жатқан. Окджу оқты бірінен соң бірін жаудырып, бәрін жайратты, тек біреуі ғана тірі қалды.
Ол Чойдың қайда жасырынғанын айтуы керек еді, бірақ бандит оны боқтап, ештеңе айтпады. Сонда Окджу оның аузына сынған шыныны тықпалап, бетіне бірнеше рет соққы жасады. Қыз жер астынан сыртқа шықты. Ал сол кезде алаңда уайымсыз көлікпен қыдырып жүрген фармацевт болды. Ол көлігінде Окджу азап шеккен студент қызды бірге алып жүрген еді. Окджу ашудан дірілдеп кетті. Ол көзілдірік таққан жігітті атып тастамақ болғанда, қолына оқ тиіп, жараланды. Фармацевт досына құтқарып қалған үшін алғыс айтып, уәде етілген 100 миллионды аламын деп үміттеніп, Окджуды өлтірмек болады. Алайда досы оның басын жарып жіберді. Какие 100 лямов? Все равно все сдохнем. Енді Окджуды өлтіру керек. Сол сәтте студент қыз есін жиып, Шойға оқ жаудырды, бірақ бірде-бір оқ тимеді. Ал Окджу болса, дәл көздеп, ескі қос оқпанды мылтығымен 2 рет атты. Қыздар оны жағажайға апарады. Я же даже не знаю, кто ты такая! Мен балерина, деді Окджу. Жігіт күліп жіберді. Әлгі қыз шынымен балерина ма? Ол тым толық қой, оны жалаңаш күйінде көрген ел. Мен тіпті тозақта да онымен осыны жасаймын деп мазақтады Чой. Только попробуй. Я тебя даже в аду найду. Окджу алсырақ шегініп, тіпті Чойды отшашармен өртеп жіберді. Бұл құрал тек осыға ғана емес, зорлық көрсетушілерге қарсы да өте тиімді болып шықты. Осыдан кейін Окджу тағы да Чойдың үйіне барып, барлық флешкаларын жойып жіберді. Сондай-ақ ол Чойдың клиенттер тізімін тауып алды, енді олардан да кек алып, жазалайтын болады. Окджудың кек алуы орынды ма? Достар, фильм туралы ой-пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Біздің шолуларымызды Telegram каналымыздан көре аласыздар. Келесі шолуда кездескенше. Жақындарымызға қарайласып аман болайық.